Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколад қосылған американское печенье дайындайтын боламыз. Печенье өте оңай дайындалады және тез піседі. Міндетті түрде менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Және видеоны соңына дейін қарап, лайк пен комментарий қалдырып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттер видеоның астында жазылған. Печеньемізді дайындау үшін ең алдымен бөлме температурасындағы еріп тұрған майымызды табағымызға салып аламыз. Үстіне қантымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша. Ұнымызға разрыхительді қосып, сұйық салмамыздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Бетіне шоколадымызды қосып араластырып шығамыз. Тестамыз осындай болып шығады. Дәл видеодағыдай қолға жабыспауы тиіс. Егер жабысқақ болып тұрса, онда холодильникте 1-2 сағатқа қойып алсаңыз болады. Формамыздың үстіне пергамент немесе фольга қағазын төсеп, дайын тесталарымызды шарик формасына келтіріп, орналастырып шығамыз. Беттерін осылай басып аламыз. Аралар алшақ болуы қажет. Себебі печеньелеріміз көтеріліп, жайылады піскен кезде. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Печеньелер дайын болды, өте дәмді, өте оңай жасалады. Әсіресе балаларға дайындап берсеңіздер, сүйсініп жейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге сөзсіз ұнайтынына сенімдімін.